Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Сәлімбай Гүлнұр, және бүгін бізде қонақта тіс дәрігері Бақкелді Әбдіғалиұлы. Қош келдіңіз, ағай. Сәлеметсіз бе, Гүлнұр ханым. Осы қазақ тілді медицина жайлы хабарыңызға шақырғаныңызға көп рахмет, көп алғыс айтамыз. Өзіміздің қазақ тілді адамдарға да жеткілікті түсіндіруге, жеткізуге тырысамыз. Көп рахмет сізге. Жалпы өзіңіз туралы, өзіңіздің осы саладағы тәжірибеңіз туралы айтып өтсеңіз. Мен сонау мектеп бітіргеннен бастап, сол 30 жылдай уақыт болды, осы тіс дәрігері маманы болып жұмыс жасаймын. 88 жыл мектеп бітіріп, 89 жыл мектеп бітіргеннен бастап, Алматы мемлекеттік медицина университетін бітіріп, тамамдап, 94 жылдан бері осы бір жерде 30 жыл болды, осы тіс дәрігері болып жұмыс жасаймын. Керемет. Өзіңізге ұнайды ма? Өзім мектепте оқып жүрген кезінен бастап, өзімнің алдындағы ағам, ол жалпы хирург болып мамандығын таңдаған. Енді өкшесін басып келеткен әне болғаннан кейін ағамызға қарап бой түзеп, ағамыз сияқты дәрігер болайық деп, өзім 8-ші сыныптан бастап осы стоматолог мамандығын болсам деп армандап, балалық оқу кезінде, мектеп кезіндегі осы мамандықты сүйіп таңдадым өзім. Яғни жақсы көресіз. Өте. Иә, өте қуаныштымыз. Жалпы осы тіс күтімі туралы айтып өтсеңіз, дұрысында тісті қалай күту керек? Енді қазақ айтады, ауыз аурудың қақпасы деп айтады. Яғни аузымыз таза болса, біздің жалпы ағзамыз дені сау болады. Ол үшін қарапайым гигиена, яғни күніне 2 рет тісті жуу, азанда ертеңгісін 3-4 минут, жатарда 3-4 минут міндетті түрде тісті тазалау керек. Балаларға арналған өзің балалардың пасталары болады, үлкен адамдарға, ересектерге арналған пасталар болады. Дұрыс техникасымен тазаласа, сосын тістердің арасындағы тамақ қалдықтарын тазалайтын флосс дейді, жіптер болады, антисептика құрамында бар. Солармен тістердің арасындағы тамақ қалдықтарының бактериялары тазаласа, тістің алдын алу, яғни профилактика өте дұрыс болады. Денсаулықты сақтауда тіс күтімінің маңызы неде? Енді егерде біздің ағзамыз бәрі бір-бірімен байланысты ғой. Егерде тісте кариес болса, тіс жегі қуысы, қызыл-еттің қабынуы болса, осының бәрі инфекция ары қарай басқа ағзаларға жұғады деп айтсақ та болады. Бір-бірімен байланысты. Жаңағы тістегі асқынған ірің болсын, қызыл-еттегі қабыну болсын, ол басқа органдарға да әсерін береді. Міндетті түрде тамақтың ауруына, буынның ауруына, ішкі құрылыстың асқазан жолдарының ауруына әкеледі. Ауызда дұрыс тамақ қорытылмаса, тамақ дұрыс желінбесе, ертеңгі күні ас қорыту жүйесіне үлкен зиян әкеледі. Ол бір-бірімен өте тығыз байланысты. Сондықтан міндетті түрде ауызда бүткіл бактерия инфекцияны болдырмауға тырысу керек, кариес болмау керек, қызыл-еттің қабыну болмау керек. Егерде адам алмалы-салмалы протез келсе, имплантант аузында болса, әрине оның бәрінің дұрыс күтімі болса, денсаулығы міндетті түрде жақсы болады деп ойлаймын. Ендеше осы тақырыпқа асықпай тоқталып өтсек. Тістің күтімін жалпы қанша жастан бастаған дұрыс? Мысалы, кішкентай балаларда 1-1,5 жас тісі енді шығып жатыр, бірақ та қарадақтар, шірулер деген сияқты, үгітулер деген мәселелер қазір жиілеп кетті. Осының себебі неде және бұдан қалай сақтану керек? Енді Гүлнұр ханым, ол бала дүниеге келгеннен бастап, жалпы тіс дәрігері, балалар дәрігері, педиатр, инфекционист, сол балалар бәрі бірге қараған абзал болады. Енді ауыз қуысына келетін болсақ, егерде адамның, баланың, жаңа сәбидің қан айналымында қан аздығы болса, дәрумендердің жетіспеушілігі болса, ол міндетті түрде ауыз дегеніміз ол айнасы адамның. Значит, соған сай ауызда бір белгілер болады. Тістің тканьдары жарақаттанады. Ол ненің жетіспеушілігі, жаңа темірдің жетіспеушілігі, дәрумендердің жетіспеушілігі. Бұндай жағдайда балалар дәрігермен ақылдаса отырып, дәрумендердің мөлшерін тексеру арқылы, ананың өзінің емізетін болған ананың да денсаулығы өте үлкен рөл атқарады. Енді стоматология жағынан келсек, ауыз қуысында баланың емізген кезден бастап тісін тазалау керек. Әрине, жаңа туған сәби бала тісін тазалай алмайды. Қазір арнайы заттар бар, мына
саусаққа киіп аналар силиконовый деп айтсақ болады, солармен жаңа туған сәбидің тісін міндетті түрде тазалау керек. Тіс шықпай жатып па әлде Тіс шыққаннан кейін, тіс шыққаннан кейін енді шығып келе жатқан кезден ба? шығып келе жатқан кезден сонымен силиконовый напальчик дейді, солармен тазалау керек. Әйтпесе қарапайым марлені фурацилинмен, жаңағы антисептикалық заттармен, балалардың пасталарымен тазалау керек. Біз негізі білуіміз керек, кариестің пайда болуының негізгі себептері ол бактерия. Яғни тістің жан жағында ешқандай микроорганизмдерге, бактериялардың дамуына жағдай жасамауымыз керек. Айналып келгенде ол гигиенамыз. Сосын балаларда бутылочный кариес деген ұғым бар, яғни анасы соңғы рет түнгі 12-де мысалы баласын емізсе, түнде бала жылаған кезде баланы емізбей су беру керек, жылы су беру керек. Себебі бала анасын еміп қалған кезде ол сілекеймен жаңағы сүт шайылмайды, тістің бетінде қалып қалады. Ол қалғаннан кейін микроорганизмдер қалады, бактериялар қалады, ол ауызда қышқылдық пайда болады да, молочная кислота дейді, сүт қышқыл, соны бөледі, сол жаңағы тістің баланың сәбидің тіндері өте жұмсақ, кариестің зақымдануына, қараюына әкеліп себепкер болады. Сондықтан міндетті түрде су беру керек, яғни сілекей бізде ол антисептикалық роль атқарады. Сүт емізгеннен кейін аналар су беру керек. Су берсе, сонда сілекей түнде көп шықпайды ғой бала, сондықтан су берсе, жаңа тісте ешқандай ана сүті қалмайды, сол қышқыл бөлінбейді, кариес болмайды, тіс жегі болмайды. Міндетті түрде су беру керек. Сіз мені ойландырған сұраққа жауап беріп өттіңіз. Қазір менің кішкентай балам 1,5 жаста, тісі енді ғана шығып жатыр, бірақ та қара дақтар пайда болды. Соны мен ойлаймын, ол қайдан пайда болды? Тәтті жемейді, тәтті мүлде жемейді. Тек қана үйдің таза тағамдарын жейді, бірақ тісі қарайып жатыр. Содан бірақ түнде емізулер болады да, содан да пайда болады деп айтып жатсыз ғой. Мамандар іздеп барған кезде жаңағы өзіңіздің айтып отырғаныңыздай темір жетіспеушілік анемия болса да сондай қара дақтар түседі деп айтты. Одан кейін темір витаминін берген кезде де тіске тікелей тисе, ол да тістің түсінің өзгеруіне әсер етеді деді. Сонда дұрысында түнде бала жылаған кезде су беру, бірақ кейбір балалар емізбесе жұбанбайды ғой. Ондай жағдайда емізіп болғаннан кейін міндетті түрде артынан су беру керек, иә? Су беру керек, су беру. Сосын кейбір ата-аналар еміз демесе бутылкеге жаңағы айран, балалардың орнына ауыстыратын береді, тағамдар. Ол да себепкер болады, жаңағы кариестің пайда болған, тіс жеген пайда болған. Сондықтан суды жылы суды жиірек беру керек. Сосын аналар напальчик дейді, жаңағы киіп, сол баланысын тазалауды бастау керек. Әрине, сосын міндетті түрде балалар дәрігермен тығыз қатынаста болып, сосын паразиттерге міндетті түрде қаралып отыру керек. Жалпы ол тіс жегіне емес, жалпы баланың иммунитетіне көп әсер етеді. Бір-бірімен олар өте тығыз байланысты. Себебі паразиттердің өзі көп аурулардың себепкері болып келеді балалардың өзінде, ауыз қуысында. Ал жалпы осы кішкентай балалардың тісінің қисаюы не себепті болады екен? Енді адам әзірге жаста бұл үлкен проблема. Бізде бұрын ертеде ортодонтиялық проблемалар болмаған, қазір адамның тамақ жау ерекшелігіне байланысты. Қазір көп балалар жұмсақ тамақ жейді, қатты тамақ жемейді, ет аз жейді, котлет, жұмсақ тамақтар жейді, сосын артынан міндетті түрде су ішіп алады. То есть тамақты көп шайнамағаны болады. Тамақты көп шайнаған адамда балада жақтың бұлшық еттері спортсмендік тәріздес, жағы да дамиды, бұлшық еті де дамиды. Біз балаларға екінші тамақ берген кезде суды бірден бермеуге айтамыз. Алдымен адам ұзақ тамақты шайнау керек, сосын барып 10-15 минуттан кейін су берсе абзал болады. Соны, яғни көбірек тамақты шайнап жеген адамда алманы, сәбізді, етті, сонда жағы тісі қисаймайды. Енді одан басқа жаңағы генетикалық роль бар, жарақаттар болуы мүмкін. Сосын қазіргі кезде осы балалардың тісінің қисаюын остеопат мамандармен бірге тығыз байланыста жұмыс жасап жатады ортодонттар. Жаңа кішкентай балалардың тістерінің қисаюына емізіктер, соска деп айтады ғой, әсерін бере ме? Көп пайдаланса, сосын кейбір бала болады саусағын салып ұйықтайды аузына, әйтпесе жылайды. Сол балаларды мына ашық прикустың болуына
тістердің арасы ашылып жабылмай қалады. Сосын тістердің қисайғанына міндетті түрде әкеледі. Сондықтан оны болдырмауға тырысу керек. Кішкентай балалардың тісін тазалау күніне ол да 2 рет па? Күнде міндетті түрде күніне 2 рет жуу керек. Қазір балаларға арналған бала болғаннан кейін ол тісін жумайды ғой. Оны арнайы құрылғылар бар, электрический тіс щеткалары бар. Балаларға арналған. Сосын каппа дейді, жаңағы адамның жақ сүйегінің формасын қайталайды. Соған балаларға арналған тіс пасталар бар, ешқандай зияны жоқ. Құрамында кальций бар, антисептиктер бар. Солармен мамасы, ата-анасы жуса, бала ойнап отырып бір жағынан тісін жуады. 2 рет күніне жууды дағдылану керек. Әдет қылып қалыптастыру керек, Ал жалпы жаңағы үлкен кісілердің тіс күтімінде күніне 2 рет тазалау керек дедіңіз, Оларға тіс пастасын дұрысында қалай таңдау керек? Тіс пастасын таңдаған кезде бір үйге 1-ден 4-5 тіс пастасын алған абзал. Бірінші кариеске арналған, құрамында фторид бар, кальций бар тіс пасталарын алу керек. Екінші қызыл етке арналған тіс пасталары, қызыл еттің қабуы, сосын сезімталдыққа арналған пасталар бар. 3-4 түрлі пастаны кезектесіп пайдаланған дұрыс болады. Ол жаңағы сіздің айтқаныңыздай қызыл еттің қабынуына қарсы деп пастаның сыртында жазылып тұрады ма, әлде міндетті түрде жазылады? Құрам арқылы таңдаймыз ба? Ол міндетті түрде қорабында жазылып тұрады. Кариеске қарсы, қызыл еттің қабынуына арналған, қанаған кезде арналған пайдаланылатын пасталар деп міндетті түрде жазылады. Соның 4-5 түрін әр қызыл етке, кариеске, сезімталдыққа пасталарды таңдап, соны кезектесіп ауыстырып шайған дұрыс, жуған, тазалаған дұрыс болады. Қазір енді сұрасам жарнама болып кетейін деп тұр, бірақ сұраған дұрыс па деп ойлап тұрмын. Негізі өзіңіз қандай тіс пастасын қолданғанды дұрыс деп ойлайсыз? Осы қазіргі бар тіс пасталарының арасында жарнама үшін сыртына өтіріктен жазып қоя ма деп ойлаймын кейбіреулері. Енді Гүлнұр ханым, мынандай тәжірибе бар. Кадеттерді алғанда 10 балаға бір қымбат керемет құрамы күшті тіс пастасын береді. Екінші 10 балаға өте арзан қарапайым тіс пастасын береді. Бірақ арзан тіс пастасын тісін жуған балаларға тісті жуу техникасын үйретеді. Қалай дұрыс тазалағанды үйретеді. Яғни кейін нәтижесі арзан паста болса да, мәселе арзан ғана емес, құрамы өте бай, дәрумендерге бай болмаса да, тісті жылу техникасын дұрыс пайдаланғандарда аузы таза болып шығады. Ол дегеніңіз не деген сөз? Ол міндетті түрде керемет тіс пастасын таңдау парыз емес. Қазіргі нарықтағы кез келген тіс пастасын алып, жаңағы дұрыс техникасын пайдаланса, ешқандай кариесіңіз де болмайды деп айтсақ болады. Қызыл еттің қабынуы да басылады. Солай ойлаймыз. Ал тісті қалай дұрысында жуу керек? Жаңағы техникаларын қалай білсек болады? Енді қазір тісті жуудың техникасы жалпы жоғарғы тістерді жоғарыдан төмен қарай жуылады. Таңдай жағынан жоғарыдан төмен қарай, сосын барып астыңғы тістерді астыдан жоғары қарай, тіл жағынан астыдан жоғары қарай жуып, сосын ауызы шайып, тағы да кішкене паста салып, сосын барып айналмалық күнделікті тазалап жүргенде біледі. Көп адамдар, әсіресе жастар, тістің дұрыс жуу техникасын білмейді. Міндетті түрде 3 минут, 4 минут жууды дағдыға айландыру керек. Міндетті түрде сосын біз айтамыз, жатарда тісті жуған дұрыс. Ертеңгісін жаңағы азанғы шайдан кейін жуу керек. Үлкен адамдарға жаңа жіптер, флостар дейміз, соны пайдаланған дұрыс. Тістердің арасында жасына сай ашық жерлер болады, сол тамақтардың тұрып қалуына себепкер болады, соны жаңа флостармен тазалаған дұрыс. Міндетті түрде сосын ертінділер пайдалану керек. Ауызды шаятын тұзды су, әртүрлі нарықта өте көп ертінділер бар. Балалардыкін жаңа қышқылдығын азайту үшін кәдімгі нан соданы жарты қасықты суға араластырып, сонымен баланың сәбидің аузын шаю керек, қышқылдықты азайтады. Жалпы осы айтып отырғаныңыз өте қызық нәрсе, тұзды су деп айтып отырсыз, Кезінде біздің аталарымыз, менің өзімде атам аузын тұзды сумен көп шайған. Ол кісі қайтыс болғанша тістері түгелдей және де ешқандай кариессіз, құртсыз болды да. Сонда тұзды судың маңызы да кәдімгідей болып тұр ғой, Әрине, ол дегеніңіз ауызда бүткіл бактерияларды өлтіреді. Ертеде әрине тіс щеткасы болмаған. Сол жаңағы тікенек тұз дейді. Сол тұздармен шайып, шөптермен шайып, тіс жегі аурулары да болмаған деп айтсақ, болған күнде де өте аз болған. Қазір
мына біздің тағам жеу ерекшелігімізге байланысты тәттіні көп жейді, тәтті сусындар көп ішіледі. Әрине гигиена болмағандықтан осы біздің жаңағы кариеске, қызыл еттің қабынуына соның салдарына әкеліп отыр. Ал былай жасауға болады ма? Жаңағы сіз айтқандай тісті тазалау техникасымен тісті тазалап болғаннан кейін, жаңағы дүкеннің пастасымен, одан кейін бір арнайы ыдысқа тұзды су ертіп қойып, тазалап болғаннан кейін сол сумен шайып жүрсе тіптен керемет болатын сияқты, Міндетті түрде. Себебі сіз қызыл еттің қабынуына арналған арнайы ерітінділер бар. Сосын мына бала 18-ден асқаннан кейін ақыл тістер шығады. Бізде 25-18 жастың арасында ақыл тіс шығады. Сол кезде өзі шыққан кезде қызыл еттің қабынуына әкеледі. Жасына сай адамдар міндетті түрде ерітінділермен шайған өте дұрыс. Шөптермен, тұзды сулармен. Жалпы науқастардың тіс дәрігеріне келудегі басты көп негізгі себептері қандай? Енді ең бірінші тіс ауруы, тістің сынып кетуі, жарақат алуы, ыстық суықтан ауруы, ақыл тісті шыққан кезде ауруы, қызыл еттің қабынуы немесе іріңдеп кеткеннен кейін келеді. Протез киетін адамдар болса, жаңағы протездің батуы, ол да дәрігерге келудің себепкері болады. Енді өкінішке орай көп адамдар дәрігерге тек қана ауырып жанына батқанда келеді. Әрине профилактикалық жолда жылына 2 рет келіп, алдын алып, тексеріліп кеткен өте дұрыс болар еді. Ондай пайыз адамдар әрине бар, дегенмен аздау. Көбінесе халық сол тістің ауруы, эстетикалық мәселелер. Қазір жастар эстетикаға өте көңіл бөлуде, тістеріне неше түрлі ағарту мәселесі, әдемі коронкалар кигізу мәселесімен көп келеді. Тісі жоқ адамдар жағы тамақ жей алмайды, шайнай алмайды. Әлде имплантант салу мақсатында келеді, әлде протез жасату мақсатында келеді. Ауырғаннан кейін әрине бірден келеді. Менің жолдасымның досы баласын тіс тазалатуға, тісін арнайы профессионалды түрде тазалатуға айына 1 рет апарады екен. Балаға мультфильм қосып қойып, көңіл күйін көтеріп отырып, тісін жаңағы тап-таза тазалап береді екен. Баласының жасы небәрі 2-ден енді асқан. Ол қаншалықты дұрыс? Енді ата-ананың өзі тазалаған дұрыс деп ойлаймын. Ол жалпы ешқандай қиындығы жоқ. Қазір тағы да айтам, нарықта өте көп құрылғылар бар баланың тісін тазалауға. Бір күнделікті 5-10 минут уақытын бөлсе, кез келген ата-ана балаларға арналған неше түрлі тіс щеткалар бар. Ол ауыртпайды, қызыл етке жарақат жасамайды. Бала ойнап отырып тіс жуғанын өзі банша байқамайды. Жаңағы арнайы каппалар дедім ғой, жаңағы кигізіп қояды, бала сонымен ойнайды. Электр щеткалармен тісін жуса, бала ойнайды. Енді профессионалдық түрде дәрігерге барып тазалата берсе, ол тістің қатты тіндеріне зақым келуі мүмкін. Бірақ арнайы балалар дәрігерінде олар профессионалдық түрде тазалайды, енді дегенмен ол апара бергеннен дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Жиі деп ойлайсыз ба? Жаңа айтып өттіңіз, жиі келетін науқастар тістері ыстыққа, суыққа төзімсіз және де шіруі, сынуы деп айтып жатсыз. Жалпы осы науқастарға тісті емдеуді неден бастау керек? Тісті емдеуді алдымен адам психологиялық тұрғыда тіс дәрігерге келгеннің өзі мына ерлік. Себебі адамдардың бәрі жасыратын жоқ, тіс дәрігеріне келуден қорқады деп айтсақ болады. Қазіргі заманда тісті емдеуде, тісті жылуда, имплантант салуда жансыздандыру тәсілдері өте жақсы дамыған, мүлде ауырмайды деп айтсақ та болады. Бастағанда тісті міндетті түрде профессионалдық тазалау, тістің тастарын тазалау, жаңағы тістің бетіндегі дақтарды тазалау, содан басталады. Ары қарай тіс жегі қуыс емделеді, қызыл еттің қабыну болса сол емделеді. Тістер жақты ақау, тістері жеткіліксіз жұлынып кеткен болса, оған жаңағы имплантанттар салынады, арнайы әлде алмалы салмалы протез жасалынады. Тіс емдеу құралдарының жаңа имплантант деп айтып жатсыз, протез, солардың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтесіз ба? Оларды қалай таңдаған дұрыс? Енді адамның жасына сай, анатомиялық жақ сүйегінің ерекшелігіне сай таңдалады, имплантант па, әлде протез ба. Егерде жақ сүйегінің
қалыңдығы биіктігі өте төмен болса, жасы ұлғайған адамдарда, және қосымша өзінің сахар, қант диабеті болса, сосын онкологиялық ауру болса, әрине ондай кезде имплантат салынбайды. Ондай кезде тек алмалы салмалы протез жасалынады. Ал егер жақсы сүйегінің ерекшелігі имплантат салуға мүмкіндік берсе, ол имплантат тістің жоқ жерін орнын толтырады, адамның эстетикалық әдемілігі, тістерінің әдемі болады, тамақ жеу, бет әлпетінің формасы бәрі орнына келеді. Жеткіліксіз кемшілік жағдай деп айтсақ, енді көп адамдар қорқады, ол имплантат салу ауыртуы мүмкін, сосын арнайы уақытта бірнеше жылдан кейін түсіп қалуы мүмкін деген қорқыныш сезімдері болады. Әрине хирургияда 100% айтуға болмайды, 98-99% имплантанттар организмге сіңіп кетеді. Сосын адамның тісі биологиялық тұрғыда өзінің амортизациялық қасиеті болады. Имплантанттарда мысалы ол амортизирующий функциясы болмайды. Сондықтан қатты нәрсе жеуге болмайды имплантантпен. Өзіміздің тісіміз жаратылысынан ол қатты жесеңіз амортизациялық қасиеттері бар. Имплантанттарды қазір өте үлкен дамып жатыр. Адамдар бұрын 1-2-3 тісі жоқ болса, қасындағы тістерді егеп, мастовидный протез дейді, егеп салатын. Қазір жастардың өзі сау тістерін егегісі келмейді. Айтады, или уақытша алмалы салмалы протез киіп тұрады, сосын міндетті түрде имплантант салады. Сіздің сонда пайдасы сау тісті егемейсіз. Тіс жоқ жерге имплантант салып береді. Сүйектің қалыңдығы, биіктігі жақсы болса, тістің бетінде коронкасын бір аптада салып береміз. Егер сүйек жұмсақ болса, 3 ай 6 айға дейін тосу керек. 3 айдан елес 6 айдан кейін тіс коронкасын салып береді. Сол арқылы біз ақауды жабамыз. Тісті ағарту процесі туралы қандай кеңес айтасыз? Оның артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Қазір көбісі бұл нәрсеге бет бұрып жатыр. Енді жастардың көбі тістің өте ақ болуын қалайды. Әрине кім болса да ақ болуға, кейбір жастар, қыздар деп айтамыз ба, өздерінің табиғи тістері әдемі болса да барып тісін ағартуға барады. Жарнамаларды көріп алады. Енді маман ретінде оны екі тәсілі бар. Біріншісі профессионалдық тазалау деп айтады. Ол тіс дәрігеріне келеді, тістің тастарын тазалап, дақтарын тазалап береді. Тістің өзінің табиғи несі қалады. Түсі қалады. Егер де кейде тістің гипоплазия деген, флюороз деген аурулар болады. Жаңағы тістің кариес болмайды, тіс шегі болмайды, бірақ ақаулар болады, эстетикалық. Ондай кезде химиялық жаңағы не жасалынады, ағарту. Бірақ оның бір кемшілігі деп айтсақ болады, тістің эмальдің призмаларында өзгерістер болады. Тістің бетіндегі ткань эмаль деп аталады, сонда өзгерістер болып, тіс өте сезімтал болады. Ыстық суыққа, тәттіге ауыртады. Сосын 7-8 ай өте ол қайтадан бұрынғы қалпына қайтадан келеді. Онымен қатар тіс сезімтал болады. Сондықтан химиялық тісті ағартуды көп дәрігерлер дұрыс деп есептемейді. Бірақ ақша жасау үшін бұл қазір тиімді маркетинг болып тұр, иә? Сіз дұрысында дәрігер ретінде жаңа қазақ ең басты тұтынушылар қазақ қыздары болып тұр ғой қазір. Қолданушыларға, тұтынушыларға дәрігер ретінде бұл емдік шараны, яғни емдікте емес, бұл әдемілік шарасын, әдемілік үшін жасалатын процедураны қолданбауға кеңес бересіз. Әрине. Тістің толыққанды өзінің саулығын сақтап қалу үшін. Табиғи түсі қалғаны дұрыс. Жалпы сіздің науқастарыңыздың жиі жіберетін қате түсініктері бар ма? Енді науқастардың көбі сөйлесіп әңгімелескенде айтатындары біріншіден қорқады. Қанша жерден ауырмайтынын білсе де, дәрігерге келуден көбі қорқады. Сосын кейбір тістегі қуыстар ауызда болғанмен де оны науқастар байқамайды. Тек қана соңғы кезде ріңдеп кеткен кезде келеді, асқынып кеткен кезде келеді. Олар сұрап жатсаңыз, стоматологқа, тіс дәрігеріне келмегені 2 жыл, 3 жылдан да көп уақыт өтеді. Сондықтан ауырмаған күннің өзінде де аурудың алдын алу мақсатында жылына 2 рет келген дұрыс болады. Жалпы осы стоматология саласында технологиялардың соңғы уақытта жеткен жетістіктері,
сол туралы айтып өтсеңіз. 3D баспа дегендерге қалай қарайсыз? Қазір біз соңғы бір 10 жылдай болды 3D баспа дегенмен пайдаланып жұмыс жасаймыз. Снимок жасау болады, панорамный снимок дейді. Ал 3D баспада 3 өлшемде көресіз жақ сүйегін. Біз жай снимкта бетін көретін болсақ, 3D баспада тісті айлана, сүйекті, жақ сүйегін, тістің жан жағын, жұмсақ тіндерді, гайморовой пазухасын, соның бәрінің ақаулары бар ма, қабыну бар ма, міндет соның бәрін көрсетеді. Сосын мына бізде имплантация жасаған кезде біз міндетті түрде жаңағы 3D-ні пайдаланамыз. Қазір стоматология заманға сай өте жақсы дамып жатыр. 3D арқылы болашақ имплантанттың тұратын орнын жоспарлайсыз. Болашақ коронканың, тіс коронкасының жаңағы тұратын орнын көрсетесіз. Цифровой моделирование дейді. Цифровой моделирование науқасқа болашақ тісін бастамастан көрсетуге болады. Соңғы нәтиже қалай болады. Сосын бұрын тіс егеген кезде тістерді сілеп алады, жағы пластилин тәрізді заттармен қалып алады. Қазір ондайда уже қалып бала жатыр. Қазір цифровой жаңағы скан дейді, ауыздың сканировать етіп лабораторияға жібереді, лабораторияда сонымен жасай береді. Қалып сілепік алу жоқ. Бәрі цифровой стоматология, барлық жерде цифрлық имплантант жасау, болашақ коронкалардың қандай екенін көру өте дамып жатыр. Сосын соған сай мына ортодонтия дейді, жаңағы балалардың тістерінің қисықтығын емдеуде де брекет системаның өзі өте дамып, қазір элайнер дейді, өте заманға сай өте күшті дамып жатыр. Жалпы құрттаған тісті емдеген дұрыс па, әлде жұлғыз тастаған дұрыс па? Жоқ. Сол жағын қалай айтуға болады? Міндетті түрде емдеу керек. Енді тіс, адамның тісі жұлып тастағаннан кейін ертең сіз импланттан салсаңыз да ол өзіңіздің берген, Алла тағаланың берген тісіндей болмайды. Сондықтан біз әрқашанда біздің терапевт дәрігерлер адамның өзінің тісін сақтауға бар мүмкіндіктер жасайды. Қазір тісті емдеуде заманға сай өте құрылғылар өте көп. Микроскоппен емделеді тістің түбірлері. Бұрын микроскопсыз көрмейсіз, тістің түбірін қандай ақау бар, өткен өтпеген, соны өлшейтін құрылғылар бар. Микроскоппен тістің ішін толық үлкейтіп бәрін көріп, бұрын емдеуге келмейді деген тістерді, мысалы бұрын 15-20 жыл жұлып жүретін тістерді қазір заманға сай аппараттармен барлығы емделеді. Сондықтан әзірге заманға сай цифрлық стоматология өте керемет күшті дамып жатыр. Құртын ойып алып, оның ішіне пломба құясыздар, иә? Әрине. Бірақ өкінішке орай ол жерде жаңағы тістің нервтарын алып тастағандықтан ол тіс қалғанмен де оған жаңағы дәрумендер бармайды, иә? Ол тіс қанша уақытқа дейін тұрады сол қалыпта? Енді тіс деген нервісін алмаған жағдайда жақ сүйегінен қан тамырымен нерв тістің ішіне келіп қоректенеді. Содан тістің түсі өзгермейді, табиғи түсі сақталады. Енді кариестің асқынған түрі болған кезде, жаңағы нервісін алған кезде әрине тістің уже қоректену жоқ, тістің түсі өзгереді. Енді ол сонша жақсы мамамен емделетін болса, ол өте ұзақ қызмет жасады. Ол тіс нервісін алғаннан кейін ол ертең сынып кетеді, жұлуға деп айтуға болмайды. Жақсы дәрігерде жақсы рентген аппаратпен тексеріп отырып, тістің түбірлерінің пломбалау деңгейі бәрі дұрыс болса, ол ұзақ қызмет етеді. Бірақ бір кемшілігі деп айтсақ болады, жаңағы тістің қоректенуі әрине болмайды. Болмай, кариес қайттан түсуі мүмкін, иә? Енді екінші вторичный кариес дейді, ол әрине ол кейде кездеседі, жаңағы пломбаның жан жағынан вторичный кариес пайда болады. Ал жалпы тістің құрты екінші тіске жұғады ма, әлде жұқпайды ма? Енді ол халықта айтылады, жалпы ол әрине жұқпайды, но бірақ ол бір тісте болған кариес, значит, аузында бактериялар мен микроорганизмдерге дамуына қолайлы орта деген сөз ғой. Сосын жаңағы жалпы кариестің пайда болуының себебі негізі бактериядан. Адам тісін дұрыс тазаламаса, тістің жан жағында тамақ қалдықтары, дақтар қалады. Мысалы, жатырда тісін жумай жатса, 8-10 сағат тісін жумай жатады, аузында микроорганизмдерге қолайлы орта болады. Әрине олар жаңағы молочный кислота дейді, соны бөледі, тістің эмалінде тез қорытылады.
тіс жегінің пайда болуына себепкер болады. Сосын тіс жегінің қазіргі кезде тағы бір теориясы мына тісті қатты тістенуден деп айтады. Тісті қатты тістейді, тісін қайрайтын адамдар болады. Оларда жаңағы эмаль зақымданады, сосын микротрещина пайда болып, сол жерге жаңағы бактериялар жиналады, тістің ішіне тез еніп, эмальді, дентенді тез құртады. Ол жаңағы тістің ауруына тағылып келеді. Жалпы ұйықтаған кезде өздерінің тістерін қайрағанын сезбейтін кісілер болады ғой. Әрине. Ондай кісілерге қалай көмектесуге болады? Ауыздарына бір нәрсе тістеп жату керек па? Сондай нәрселер бар ма қазір вообще? Біріншіден инфекционист мамандармен бірге жұмыс істеп, міндетті түрде паразиттерге анализ тапсырып қаралу керек. Паразиттің әсерінен солай тіс қайрайды ма? Тіс қайрайтын болады. Тіс қайрайды. Екінші, мына қазір мына стоматологияда тенс терапия деген бар, яғни шайна бұлшықеттердің гипертонусы жоғары болса, адам тісін қатты тістейді де, соның тісін қайрайды. Ол үшін тенс терапияның мақсаты нейроимпульстар ток арқылы шайна бұлшықеттердің тонусын азайтады. Сонда жаңағы шайна бұлшықеттердің тонусы азайғаннан кейін адамның жаңағы тісін қайрауы біртіндеп басылады. Сосын мен қосымша міндетті түрде тістерге жатарда каппа жасайды. Ночной каппа дейді жаңағы. Сонда тісі жұмсақ жаңағы каппа сақтайды тістің қайрауынан. Соған каппа жасалынады, сосын барып жаңағы шайна бұлшықеттердің гипертонусын азайту керек. Жаңағы токтың әсерінен шайна бұлшықеттерінде молочный кислота жиналады, соны жаңағы сол жерге қан айналымын жақсарту арқылы қоректену жақсарғаннан кейін шайна бұлшықеттердің тонусы азаяды. Жаңа каппа деп айтып жатсыз ғой. Жалпы мен тісімді ағартуға барып көрдім. Барлығы сияқты мен де жарнамадағыдай тіс жасап көрсем қалай болады екен деп барып көрсем, ол кісілер айтты, тісіңізді жаңағындай бояу керек болады деді. Бірақ ол 5-6 айда егер сіз жаңағы боялған сусындар ішетін болсаңыз, боямасы бар тамақтар ішетін болсаңыз, тісіңіздің түсін бұдан да жаман қылып жібереді деп айтты. Содан кейін басқа қандай шығатын жол бар енді? Жарнамадағыдай тіс жасауға бола ма деп едім. Сіздерге сондай бір каппа қазір кигізіп қоятын нәрселер бар. Тісіңіз әппақ сондай болады деп айтты. Бірақ мен ойлана келе, егер тамақ жесем қалдықтар қалып кетеді ғой оның арасында деген бір ой туындады да, сол мәселе сол күйінде қалды. Тіпті мәселе де емес, қазір мен ол нәрсе алаңдатпайды, қыз кезімде болған, кішкентай кезде болған ой ғой ол. Жалпы сол каппа жөнінде қалай айтасыз, не айтып өтсе болады? Оны киген дұрыс па сондай әдемі көріну үшін? Енді оны жастар бәрібір киетіндер өте көп. Жасап алады. Енді оны сіз айтқандай жан-жағында тамақ қалдықтары қалатын болса, ол тазаланбаса, ол жаңағы бактериялар мен микроорганизмдердің дамуына өте қолайлы орта болады. Оның астында, каппаның астында бактериялар жаңағы өздерінің тістің ткандерін жеп жатқанын білмей де қалуы мүмкін. Сондықтан мен өзім жалпы ондайға қарсымын. Адамның табиғи түсін қалдыру керек. Алла тағала ешкім түсін соншалықты нашар қылып бермейді. Бет әлпетіне сай деп айтамыз ба, әдемі болады. Бәрібір де тек қана бар түсті күтіп, емдеп, кейде жарақаттың әсерінен болса, или бір басқа себептерден болса, онда венер деп аталады. Тістерге линия улыбка жаңағы 12 тіске жасайтын кездер болады. Енді венерді бір әрине әдемі, өте әдемі. Қазір мына өнер адамдары, публичный адамдар дейміз, сол көп жасатады. Енді оның қызылектің қабынуына жиі алып келеді. Сол жерде тамақ қалдықтары қалады. Сосын қатты нәрсе тістесе сәл сынып кету бөтен зат болғаннан кейін болады. Дегенмен жақсы венердің де қазір өте әдемі, жақсы, сапасы жақсы материалдар қолданылады. Заманға сай оны да қолданып жатыр. Өте көп қолданып жатыр. Дұрыс маманда дұрыс жасалынса, құп деп есептейміз дұрыс. Оны жасағаннан кейін уақытылы дәрігерге барып, міндетті түрде жылына 2-3 рет барып қаралып тұрады. Жалпы осы тістің денсаулығын сақтау үшін қандай да бір дәрумен ішу керек па? Кеңес бересіз бе? Енді салауатты өмір салты болса, әрине бәрі жақсы ғой. Өзі денсаулығын күткен адам, тісін күткен адамға біз айтамыз, міндетті түрде дәрумендер жаңағы қазір дәрумендерге анализ тапсырып тұру керек.
құрамда Д басқа дәрумен группа солар тексеріп соған сай терапевт дәрігермен дәрумендер ішу керек. Сосын тіс пасталарында жаңағы біз айтып өткендей кариеске қарсы фторид бар, құрамында гидроксиапатит бар, солармен кальций бар пасталармен жуу, қызыл еттің қабынуын басатын пасталармен жуу керек. Жалпы осы салада жүргеніңізге 30 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында есіңізде қалған қандай да бір қызықты оқиға бар ма? Енді тіс шылып жатып кешкісін свет сөніп қалған кездер болды. Өте қызық жағдай болды, себебі бір 10-15 минут тостық, свет келмеді. Сосын тіс ауырып келген адамның қасында таныстар ұялы телефон арқылы жағып қойып 5-10 минут тіс жылған кезіміз болды. Сосын бір 2-3 науқас болды, жаңағы өздері медитациямен айналысатын пациенттер болады. Тіс жылған кезде мүлдем жансыздандырып укол салдыртпайды. Өте қиын істер болса да маған айтады, дәрігер, мен сезбеймін, ауру сезімін, мен медитациямен айналысамын дейді. Өзім өте таң қалдым, себебі қалыпты жағдайда адамға ол өте ауырады. Ол жай бос тіс болса түсінікті алып тастай саласыз. Ол өте тереңде жатыр, оны бір 3-4 минут шұқылап арнайы инструменттермен аласыз. Солар маған айтады, ауырмайды, дәрігер жылай беріңіз дейді. Өте сирек кездесетін жағдай сол. Сосын өткенде менде ең жасы ұлғайған адам импланттан салған 85 жастағы болып еді. Осы жақында 3 ай болды, бір 90 жастағы үлкен кісіге аузына импланттан салды. Мен 90-ға келсем де протез кигім келмейді, маған имплант салып бер деп, өзін жақсы күтеді, сүйегі, жағдайлар өте жақсы. Денсаулығы жақсы болса, әрине сондай жасаған дұрыс. Жалпы тіс жұлғаннан кейінгі күтім қандай болу керек? Тіс жұлғаннан кейін әрине дәрінің әсер кеткен ауру сезім болады. Ауру сезім басатын дәрілер ішеді. Егер де іріңдеген жағдай болса, антибиотик терапия болады 5 күндік. Дәрігерге, жұлған дәрігерге 2-3 рет міндетті түрде келіп қаралу керек. Сосын арнайы антисептикалық ерітінділермен ауызды шаю керек. Кей жағдайларда физио процедура жасалынады. Әрине үйдегі жағдайда жылы жүру керек, дәрігердің жазған дәрілерін қабылдап, ерітінділермен ауызды шайып күтіну керек. Тамақтан кейін сағыз шайнау қаншалықты дұрыс? Мысалы, кейбір жағдайлар болады, тісті тазалап үлгермей қаламыз, сондай кездерде. Ол өте дұрыс. Мысалы, түскі астан кейін біз жұмыста боламыз, барлығымыз әрине тіс щеткасы қалтамызда болмайды, сөмкемізде 10-15 минут тіс сағыз пайдаланған ешқандай зияны жоқ. Әрине оны жарты сағат, 1 сағат шайнауға болмайды, өзіңіз білесіз, аш қарынға шайнауға болмайды. 10-15 минут сағыз болады. Сосын балаларда табиғи тазалайтын нәрсе, сәбіз, алма жесе, жаңағы тістердің бетіндегі дақтардың өзін кәдімгідей тазалайды. Сондықтан біз балаларға міндетті түрде айтамыз, жаңағы сәбіз жеу керек, алма жеу керек. Ол жаңағы тістің бетіндегі дақтарды өзінен тазалап шығады. Бақкелді ағай, жауаптарыңызға көп рахмет. Жалпы қазіргі уақытта брекет қою жиі қолданыста. Осыны қойған қаншалықты дұрыс, соны қандай жағдайда қоюға кеңес бересіз? Енді қазір балалардың тістерінің көбі қисық. Оны түзеу үшін тек қана сол брекет система қолданылады. Жалпы кейде 10-11 жаста брекет тағып жатады балаларға. Біз маман ретінде айтамыз, 14-15 жастан кейін брекет қою керек. Міндетті түрде түзеу керек. Қисық түсті түзеу керек, оған брекет тағу керек. Себебі 15 жасқа дейін тістің эмалі ткандары әлі қатаймаған. Ерте брекетті жабыстыратын болса, орындарында дақ қалып, брекеттің орнында дақ қалуы мүмкін. Немесе ертең тіс шегінің кариестің қалынуына алып келуі мүмкін. Сосын кішкене бала ол 11-12 жаста тісінің гигиенасын дұрыс сақтамауы мүмкін. Сондықтан жаңа брекеттің жан-жағында тамақ қалдықтар қалады, жағымсыз иістер, қызыл еттің қабынуы, тістің қабынуы болады. Абзалы сол 15 жастан кейін брекет таққан дұрыс. Кеш болып кетпей ма? Тіс түзелмей қалып ондай қал? Түзеледі. Қазір мамандар, мен сізге айтайын, 40 жасқа дейін брекет тағып түзеуге болады. Даже 40 жастағы брекет тағып жүрген адамдар өте көп. Ешқандай кеш болмайды, әрине. Ең дұрысы сол 15-20 жастың ортасында брекет тағып түзеген дұрыс. Қазір брекеттен басқа элайнер дегендер бар, өте дамыған.
соларды пайдаланып кей жағдайда брекетпен қосымша алдын ала пластинкалар киеді, жақ сүйегін кеңейтеді, қисық келе жатқан тістерге арнайы орын босатып сол тістерді шығару үшін бірінші пластинкадан бастайды, сосын барып брекет жасайды. Көріп отырған көрермендерге тіс дәрігерін дұрысында қалай таңдау керек? Қандай кеңес бересіз? Енді көбінесе бізде бір-бірінен естіп, бір-бірінен біліп, қандай дәрігерге барған дұрыс, кімге барып тісімді емдесем, тісімді жұлдырсам, имплант салсам деп келеді. Енді қалай деп айтсақ болады, көңіл тартқан адамға келіп бірден тісін жасатпай алдымен әңгімелесіп, сөйлесіп, бір-біріне дәрігермен сөйлескеннен кейін көңілі тартып сосын жасатқан дұрыс шығар деп ойлаймын. Бақкелді Әбдіғалиұлы, уақытыңызды бөліп, жылдар бойы жинаған біліміңізбен бөлісіп, осындай қазақ аудиториясына құнды ақпарат бергеніңіз үшін шын жүректен алғысымды айтамын. Біздің каналымыздың атынан сізге алғыс хат. Көп рахмет. Қабыл алыңыз. Көп рахмет. Енді сізге де, Гүлнар ханым, көп рахмет осындай өзіміздің қазақ аудиторияға, адамдарға жалпы тіс мәселесін, соның алдын алуын, үгіт насихат жасап, дұрыс тістерін күтуін айту енді сізбен біздің парызымыз деп ойлаймын. Сізге шақырғаныңызға, студияңызға көп сізге рахмет. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Сізге де үлкен рахмет, отбасыңызға береке тілеймін, табыс тілеймін. Барлығы жақсы болсын.